Өзің менен өлшеусіз нарқым менің, асқартау арқа тұтар алтын белім. Ұядан нұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің айналайын халқым менің. Бүгін қандай шаттық толы кешеді, көңіл шіркін тасып толып өседі. Ол кешегі жігіт болып қалыпты, бой жетіпті бантикті қыз кешегі демекші. Құрметті ұстаздар мен атаналар, оқушылар мен қонақтар, сыңғырла соңғы қоңырау атты кешімізге қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, қымбатты оқушылар, жас түлектер. Міне, тағы бір оқу жылы аяқталып, номері 56-шы Тоқсейіт Белгібаев мектебінің арман қуған 35 түлегі болашаққа жаңа қадам басқалы отыр. Сонымен қатар, құрметті қонақтар, ата-аналар, қымбатты бүлдіршіндер мен сәбилер. Бүгін 1 маусым балаларды қорғау күні мерекесіне тұспа-тұс келіп отыр. 1 маусым балаларды қорғау күні мерекесі құтты болсын. Барлығыңызға ашық аспан, бейбіт өмір, сәбилерге бақытты балалық шақ әрқашанда сыңғырлаған күлкі тілейміз. Баршамызды бала тілмен баурайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын, ата-ананың арманы мен тілегін, бала емеспе бал бұлақтан жалғайтын. Сөп сүйкімді періштелер сендерсіңдер, қандай бейне өздеріңе тең келетін, данышпан да ғарышкерде ғалымда, ең алдымен балалықты меңгерген. Мектеп деген мол қазынасы мөлдіреп жатқан, сол мөлдір әлемнен өзіне керек, асыл мен жауһар секілді баға жетпес, білім деген байлықты алып, өміріңе нәр беретін алтын ұя. Дұрыс айтасыз, мектеп деген ата-анадай әлпештеп, биік шыңдарға жетелейтін, 11 жыл бойы білім нәрмен сусындатып, болашаққа нық қадам басуға көмектесетін алтын ұя. Мектеп жарқын шақтардың елесі қалар, ерке балалығының куәсі болар, бірден бір киелі мекен. Бүгін сол мектепте соңғы қоңырау салтанаты басталғалы тұр. Даламдай кең түсінігі ұғымы, қазаққа тән мінезі мен қылығы, Сәуле апайдың сомалтындай ұл қызы, алдарыңызда 11-ші сыныбы. Алдарыңда сан тарау жолдар тұр, бәрі ертең азамат болғалы тұр. Үлкен өмір есігін ашпақ міне, келген қауым қол соғып қолдайық бір. Ұрпағың мақтануға болса лайық, біз бүгін мақтанайық жарсалайық. Биылғы түлектерді ортаға алып, құрметпен қол соғып қарсалайық. 11 жыл бойы осы мектеп қабырғасында білім нәрмен сусындаған бітіруші түлектерді ортаға шақырамыз. Ду қол шапалақпен қарсалайық.
соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұрау арнамнан асып толқындай тасып соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұрау арнамнан асып толқындай тасып төгілгенім ау аттанар сәтте төрімнен мынау қимадым сені соңғы қоңырау аттанар сәтте төріңнен мынау қимадым сені соңғы қоңырау қимадым сені соңғы қоңырау Құрметті ұстаздар, қадірлі ата-аналар, мектебімізге келген қонақтар, бүгін мынау 56-шы Тоқсейіт Белгібаев атындағы орта мектебімізде мына салтанатты соңғы қоңырау барлықтарыңызға құтты болсын. Ал құрметті ата-аналар, ұстаздар қауымы, оқушылар, баршаңызды бүгінгі мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Бар кітапқа бас болған әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Жазу жазып үйреткен, әріптерді оқытқан, санамақты жаттатып, санауды бізге үйреткен, жақсы болса қуанған, қате болса кешірген, Қауқар апай ұстазым, мына алғыс сізге. Келгенде алдыңа қызы арай алып, жақын тарттың жаныңа, шәкіртімде қуан, сипадында басымнан әліппені ұсындың, бақытымның осыдан басталғанын түсіндің. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, ұстаздар және қонақтар, мынау мектеп бітіруші жас түлектер, Тоқсейіт Белгібаев мектебінде 11 жыл оқыдыңдар, білім алдыңдар, міне мектеппен қоштасқалы отырсыңдар, жоғарғы оқуларға түсіп, биіктен көріне беріңдер, жатқанда жолдарың болсын, және де мынау осы балдарымызға білім беріп, ұстаздарға ата-аналар атынан алғысымызды айтамыз. Көктемгі аспанның жаңғырып даусы бір күні, көз жауын алып құлпырар әсем құрғылы, хабарын алып жеттің бе жаңа маусымның, соңғы қоңырау 17 жастың күркірі, ертең-ақ ертең толқындарымен тербеп кеп, теңіздейді өмір төріне қарай төрлетпек, құлақтың бірақ құршында қалар мәңгілік, сол бір қоңырау үні, сол бір топала сол мектеп. Мектептегі барша ұстаздар қауымына алғысымызды білдіреміз. Басшысы мектеп ұжымының алға бізді жетелер. Қиындық түсте бір сәтте еңсемізді көтерер. Мектебіміз жандансын алдыңғы жақтан көрініп, Пралиев Женбай ағай өзіңізде зор үміт. Мектебіміздің директоры Пралиев Женбай ағайға алғысымызды білдіреміз. Намаз ағай ұлағат ұстаз ғой, компьютерді шеберлікпен меңгерген, шын білімді кем түспейді менделден, тәрбиені сұрайтығын біздерден. Мектебіміздің оқу ісінің меңгеруші Пазылов Намаз ағаймен Өскенбаев Сапарәлі ағайға алғысымызды білдіреміз. Тәрбиелі адам көп болса, ізгі қоғам орнаған. Тәрбиесіз адам көп болса, жауыз қоғам орнаған. Тәрбие тәлім төресі, тәрбие көрген биязы болар. Биязылық мінезді көрсеткен Нұржан ағайға өз алғысымызды білдіреміз. Тәрбиесінің меңгерушісі Байғараев Нұржан ағайға өз алғысымызды білдіреміз. Тәрбиенің талбесігі бұлағы, біздің мектеп мейірімдінің тұрағы. Құрманғазы ағайымыз мектебіміздің ұлағатты ұстазы. Тәрбиесінің меңгерушісі Мамыров Құрманғазы ағайға өз алғысымызды білдіреміз. Бірге өтті көп күндер апталарда, ерекше алғыс сенің атың атталарда. Тәлім бердің, тәрбие еттің, сізге ренжи адам бар ма? Қоштасуға жиналдық қой дәл бүгін, байыппен жеткізесің барлығын. Ерекше алғыс Бексұлы ағай өзіңізге сағынумен өтеді бар күнім. Мектебіміздің аға тәлімгері Тажыған Бексұлы ағайымызға алғысымызды білдіреміз. Мен алғаш мектеп есігін ашқанымда, күнім болып көріндің аспанымда. Білім болып егілдің жас жаныма, гүлім болып төгілдің асқарыма. Біз дегенде ұмытып балақамын, қасқағыңнан қасыңнан тастадың ба? Бастауыш апайларым жас жадымда. Біздің бастауыш сынып ұстаздарымыз Нұржамал апай, Гүлжахан апай, Ұлжан апай, Байғұл апай, сіздерге өз алғысымызды білдіреміз.
ұстазым екінші анам аялаған, біздерден бар білгенін аямаған. Жетекші апай сізге ерекше көп алғыс, таңертең күнде құшақ жайар алдан. Әр адамға үмітпенен қараған, өз бойынан мол ізгілік тараған. Талаппенен тәртіпті тең ту етіп, Сәуле апай сізде қайда бар адам. Сынып жетекшіміз Сәуле апайға алғыс білдіреміз. Қазақ тілі өз тілім, ана тілім, Мұхтар абай сөйлеген дана тілім. Осы тілді ұғындырған терең сырын Анар апай әрқашанда берген білім. Мектебіміздің қазақ тілі ұстаздары Анар апай, Райхан апай, Гүлімай апай, Құрбангүл апай, сіздерге өз алғысымызды айтамыз. Жас ұрпаққа жалынды, сөзіма жанымды артқан, алдымдағы баламен тіл арқылы табысқан, орыс тілін меңгерген, үйретуді жөн көрген. Ұстаздарымыз әрқашан жаңа ұрпаққа өн берген. Мектебіміздің орыс тіл пәнінің мұғалімдері Әли апай, Гаухар апай, Олжалғас апай, Нағима апай сіздерге өз алғысымызды білдіреміз. Ағылшын тілін білетін орасан зор талабы, әрқашанда ашық жарқын қабағы. Жазира апайдың әрбір берген сабағы мәңгі есімде қалады. Күнделіктен сабақ кестесін қараймын, ағылшын көрсем нешінші деп санаймын. Тіл үйретер Ақерке дейтін апайды көрейін деп мектепті тез қалаймын. Мектебіміздің ағылшын тілі мұғалімдері Баққали ағай, Сапарәлі ағай, Жазира апай, Меруерт апай және Ақерке апай, сіздерге өз алғысымызды білдіреміз. Бар ғұмырын химияға арнаған, ол білмейтін ешбір элемент қалмаған. Айсабар апай, сізге де үлкен алғыс. Химияны ойға тоқып үйретуден талмаған. Мектепте орны бөлек, сүйеді шәкірттеріңіз сізде ерек. Тамыры тереңге тартылған нәрлі ағаштай, әрқашан аман болып жүрсін дерек. Мектебіміздің химия пәнінің мұғалімі Қарымбаев Айсабар апайымызға алғысымызды айтамыз. Тағы көбейткен, шаршауданын тауықтағы теңеткен, Майлыбаев Қайрат ағай мың алғыс, есептеуді талмай бізге үйреткен. Мектебіміздің математика пән мұғалімдері Қайрат ағай, Бексұлтан ағай, Гүлжахан апай, Гүлжәміл апай, Сәуле апай, сіздерге өз алғысымызды білдіреміз. Ақтарып тарихтың сан қойнауларын, аралап батыр өткен жол бойларын, біліп жүр таныты бізден істі, тарихта баға жетпес қойнау барын. Тарих деген түп қазығым, тамырымды білу менің парызым. Бұл ғылымда аянбай жүріп үйреткен Қайрат ағай, көп қой сізге қарызым. Мектебіміздің тарих пәнінің мұғалімдері Қайрат ағай, Сапарғали ағай, Нұржамал апай, Күмсай апай, сіздерге өз алғысымызды білдіреміз. Өзіңменен бар әлемді қиялменен шарлаймыз. Тест орындап, зерттеу жасап, сабақтардан қалмаймыз. Сіз кіргенде дәу картаны қолға алып есіктен географ Ерлан ағай келді деп біз жайнаймыз. Мектебіміздің география пән мұғалімі Құлбабай Ерлан ағайға өз алғысымызды білдіреміз. Бар ғұмырын биологияға арнаған, ол білмейтін ешбір өсімдік қалмаған. Биологияны ойға тоқып үйретуден талмаған. Дүние деген тұрады екен шешілмеген жұмбақтан. Сен әкеңе ұқсағансың баламау деп біздерге. Гаухар апайымыз биологиядан үн қатқан. Мектебіміздің биология пән мұғалімі Абдирова Гаухар апайымызға айтар алғысымыз шексіз. Дүниемен танысуға берген талай көмегін, физиканы ең маңызды пәннің бірі дередім. Оны үйреткен Гүлжәмилә апай мен Жанерке апайлар, сіздер барда физикамен сусындап мен келемін. Мектебіміздің физика пәнінің мұғалімі Гүлжәмилә апай мен Жанерке апайға өз алғысымызды білдіреміз. Информатика. Ұстазыңда шәкіртінге басиетін, информатика бар сенің қасиетің. Бір емес бірнеше сат қарасың, жалғыз өзің мыңнысын атқарасың. Мектебіміздің информатика пән мұғалімдері Намаз ағай, Гүлнахал апай, Салтанат апай, сіздерге алғыс білдіреміз. Еңбектебем, сенің арқаң еңбек еттім, бүгін емес келеді ертең кеткім. Дайындадың болашаққа бір саладан, көп үйренбей қоштасуға ерте жеттім. Кәсіп ашам қиналмаспын ендігі, бәрін көрдім бұл мектептің кеңдігі. Барлығыңа ризиясыз алғыс айтам, еңбектенен болам елдің елдігі. Мектебіміздің еңбек пән мұғалімдері Мұхтар ағай, Құрманғазы ағай, Құттықыз апай, Гүлзат апай, сіздерге өз алғысымызды білдіреміз. Мектеп арқаң бәріне болдық дайын, үйретуден шаршамадың бізге дайым. Отанды да қорғауға дайын тұрмыз, ел басына келе қалса қайғуайым. Рахман ағай үйретті саптық тұрыс, жеке басшық тек қана топтық жұмыс, бірдей ойлап, бірдей қимыл жасау керек, қателікті кешірмейді үлкен ұрыс. Мектебіміздің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Адасқан Рахман ағайымыз бен Сақиев Ерман ағайымызға алғысымыз білдіреміз. Оқушаға қатаң тәртіп қоятын, сыныбында тәртіпсізді жоятын, ұмытсаңыз әкелетін форманы Нұрғали ағайымыз тұрғызып қоятын. Мектебіміздің дене шынықтыру мұғалімдері Нұржан ағай, Нұрғали ағай, Нұрболат ағай, Мәдихан ағай, Ерман ағайларымызға өз алғысымызды білдіреміз. Абзал жандар көңілі, аппақ қардай атқан таңдай нұрландырар өмірді. Арманы көп, күтері аз, жалғаннан қанша жанның ажарына өңкірді. Мектебіміздің мейірбекесі Гүлмира апайға өз алғысымызды білдіреміз. Өзіңнен қанат жайдым біліп алдым, мектебім алтын ұя дарабағым, ұстаздың биік қойып мәртебесін
жырымды шын ниетпен мен арнадым. Бүгінгі мына кеш жүректі тербейді, балдәурен балалы қайтып бір келмейді. Алғашқы ұстазым әліппе ұстатқан, жүректен ешқашан сөнбейді. Ұрпақсыз шәкірттерге бақ келген бе, бапкерсіз тұлпарларға бап келген бе, 11 жыл сынып үшін жанын салған, сөз кезегі жетекші бапкерлерде, деп алғашқы ұстаздарымыз Нұржамал апай, Гүлжахан апай, Ұлжан апай мен сынып жетекшіміз Сәуле апайға сөз кезегін береміз. Оқушылар және мына жерде отырған ата-аналар және ұстаздар. Бүгін қос мереке. Мемлекетіміздің балаларымызға арналған балаларды қорғау күні. Барлығымыздың балаларымыз аман болсын, балалар мерекесі құтты болсын біріншіден. Құрметті оқушылар, бұл мереке сендердің мерекелерің. Міне, мектеп табалдырығын аттағалы отыр екенсіңдер, құтты болсын. Үлкен трассаға, үлкен жолға сапарға аттанып отырсыңдар. Бұл шыққан жолдарың, сапарларың сәтті болсын. Өмірлерің ұзақ болсын. Әрбір күндерің, арайлап атқан таңдарың сендерге қуаныш әкелсін. Құрметті оқушылар, ата-аналар, бүгін міне Гүлжахан апай айтып өтті ғой, қос мереке деп, балалар күні құтты болсын. Міне балаларым сендерді көріп өте толқып тұрмын. Менің алдыма келгенде сендер қалай кішкентай ғана жылап келген балалар едіңдер. Міне бүгін қоштасып тұрғандарыңды көріп өте қуанып тұрмын. Сендерге арналған бір шумақ, бір өлеңім болып берейік. Қазір жасы зор қылып. Алтын ұя мектеп, мектепкейіне жетпек. Бүгін бір топ қыран ұядан ұшып кетпек. Көздің жауын алып, құлпырып бүгін тұрсың. Оқуға түсіп бәрің, ата-аналарың жусын. Осы жерде оқыды, ойға білім тоқыды. Осы жерден жалындап, ержетті ірі ғалымда. Алдыңда ұзақ жолың бар, оқуменен өсіп толыңдар. Қиындыққа моймай, аман есен болыңдар. Күн мектеппен қоштасып, үлкен өмір жолына қадам басқалы тұрсыңдар. Осы қадамдарың сәтті болсын. Өмірлерің құтты болсын. Қадамдарың құтты бола берсін. Әрдайым біздің мақтанышымыз болып, ел тізгінін ұстайтын азаматша болып жүре беріңдер. Алдағы келе жатқан бірыңғай ұлттық тесттен аман есен, абыроймен өтіп, терең білім жөнінде ізденіп, талмай, армақ мақсаттарыңа жете беріңдер. Бүгін мен үшін қос қуаныш. Жанұямда қос балапаным болса, мектепте осындай шәкірттерім үлкен өмір жолын аттағалы тұр. Осы жетістікте тұрғанымыздың барлығы ата-аналар сіздердің арқаларыңызда. Ата-аналарыма айтар алғысым шексіз. Шәкірттеріме дендерің сау болсын, қайда жүрсеңдер де жолдарың ашық болсын, болашақтарың жарқын болсын. Менің сыныбым қандай іс-шара болсын, қандай қоғамдық жұмыс болсын, үнемі ойымдағыдай атқарып, үлкен жетістікке жетіп жүрген сынып едік. Алдымызда тұрған ұлттық бірыңғай тест сынағында өз ойымыздағыдай жетістікпен атқарамыз деген үміттемін. Әнге ән, жырға жыр жалғап, барамыз ұшып ұядан. Айтамын сендерге аманат, ізбасар 10-шы сыныптар. Мейірімнен шуақ төгілген ұстаздар саған аманат, қос өрім қылып тағатын, ақ бантик саған аманат, үзілісте соғатын, қоңырау саған аманат, үлгілі тәртіп, үздік оқу, ізбасарым саған аманат, желбірейтін биікте, алтын ұя, туым аманат. Біз 10-шы сынып оқушылары сіздерден қастерлі аманатты қабылдай отырып, бізге артқан сенімдеріңізді ақтауға, білім мен тәрбиенің барлық салаларында алда болуға, мемлекетімізді гүлдендіруге, дамудың негізгі жолы ғылыми жетістіктерімізді кеңінен игерген саналы азамат болып шығуға, мектебіміздің мәртебесін биіктетіп, жоғарғы деңгейге көтеруге өз үлесімізді қосамыз деп сеніммен ант береміз.